Құрметті менің көрермендерім, менің видеомды соңына дейін қарап, менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, подписацияны басып жазылып кетіңіздер. Менің каналымның тұрақты көрермендері болыңыздар. Видеома лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендерім, бүгінгі видеомда айтқым келгені, балаларымыз тәрбиелегенде біз мұсылман екенімізді ұмытпайық. Балаларымызды іште жатқаннан бастап Құран тыңдатып, құлағына сіңіріп отырсақ, өсе келе бісмілләні айтқызып, әрбір ісін бісмілләмен бастаса, берекелі, нәтижелі, берекетті болатынын ескертіп отырсақ, балаларымыздың ауыздарына Құран сүрелерін жаттатқызып, Фатиха, Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін айтқызып, жаттатқызып, бойларына Алланың кәлімдерін айтқызып, бойларына сіңіріп өскен бала жаман болмайды. Балаларыңызды ұрмай, айқайламай тәрбиелеп өсірсеңіз, бала өскенде өзіне өзі сенімді, көз ашық, көкірегі ояу болып өседі. Керісінше, баланы ұрып тек айқайлай берсеңіз, балаңыздың айналасынан періштелер бойынан қашып кетіп, балаңыз не осыған ұрыншақ, ашушаң, аурушаң, айтқан сөзді ұғынбайтын, түсінбейтін, бір айтқанды тіл алмайтын тілазар ұрысқақ болып өседі. Баланы бастан деген сөзді көбісіне түсінбей, тек баланы қатты айқаймен тәрбиелеу керек екен деген ұғымда қателесіп жатамыз. Баланы бастан деген сөзді өз ойымызға, бойымызға дұрыс установка жасап алып, баламызды сыпайы кішіпейілдікпен, әдептілікпен тәрбиелеп өсірейік, үйренейік. Балаларымыздың ертеңгі еліміздің болашағы, өзіміздің болашағымыз екенін ұмытпайық. Өз балаларымыздың болашағы өз қолымызда. Балаларымызды кез келген жағдайдан сабырлықпен, сыпайылықпен, кішіпейілдікпен, кез келген қиындықтың түйінін шешуге болатындай етіп тәрбиелейік. Балаларымызды ұлағатты жақсы тәрбие беру үшін өзіміз, үлкен ата-аналар, кітап оқып, бала тәрбиесіне қатысты ізденісте болып, үнемі өзіміздің ілімімізді, білімімізді жетістіріп отырсақ абзал болады. Құрметті менің көрермендерім, менің видеома лайк басып, комментария жазып қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.